кәсіп бастауға не кедергі? Ешкімге ешқандай кедергі жоқ. Сыртта кедергі жоқ. Кедергі бар. Ішімізде. Қай жерде тұр? Мына басымызда тұр. Бәрі қыран сияқты өмір сүргісі келеді. Қашан істейсің, не істейсің? Ешкімнің алдында тізеңді бүгіп, басың төмен салып тұрмайсың. Сен еркін адамсың десе, есі дұрыс адамның бәрі келісер еді. Келісесіздер ме? Ал енді кәсіпкер байғысы келсе, неге кәсіпкер болып кетпейді? Осы отырғандардың бәрі 100% мен сұрақ сұрамай қояйын. Кәсіпкер болғысы келеді, тауық болып өмір сүргісі келмейді, қыран болып өмір сүргісі келеді. Сондықтан осы жерге келді. Енді бір кедергі бар. Ең бірінші кедергі, менің қанымда кәсіпкерлік жоқ. Қандай кесел бар дегенде айтады, болғымақ келеді, бірақ осы менің бойымда жоқ. Кімде осындай бір сенім бар? Сенім, менің қанымда кәсіпкерлік жоқ сияқты. Енді кәсіпкерлік жоқ деген сенімді құрту үшін не істейміз? Мына видеоны анықтап тұрып көреміз, көрмесе де болады. Около 300 миллионов сперматозоидов попадают во влагалище. Вскоре после этого миллионы из них вытекут наружу или погибнут в кислотной среде влагалища. Оказавшись внутри шейки матки, сперматозоиды продолжают путь к самой матке, хотя миллионы умрут, попытаясь пробраться сквозь слизь. Внутри шейки матки мышечные сокращения помогают сперматозоидам в их путешествии к яйцеклетке. Однако защитные клетки иммунной системы женщины уничтожают тысячи сперматозоидов. Далее, одна половина сперматозоидов направляется в пустую маточную трубу, а другая половина плывет к маточной трубе, содержащей неоплодотворенную яйцеклетку. К этому моменту сперматозоидов осталось лишь несколько тысяч. Из 300 миллионов в начале только несколько десятков остаются в живых. Первый установивший контакт сперматозоид оплодотворит яйцеклетку. После рискованного путешествия и вопреки всем преградам, единственный сперматозоид прикрепляется к клеточной мембране яйцеклетки. Енді мұнда қараймыз. Көз алдың елестетіңдер. 300 миллион адам жүгіруге шықты марафонға. Сен соның ішіндесің. Соны кім бірінші келеді мүмкін? Бірақ адам тірі қалады, қалғанның бәрін 299 миллион 999 мың 999-ын секір башқа жасайды. Бірақ адам тірі қалады. Кім 300 миллионнан жеңіп келеді деп ойлайсыңдар? Кереметтің кереметі солай ғой да? Сол сенсің. Әрқайсың өмірге келетін кезде 300 миллион ұрық шашылған болатын. Сен сондықтан керемет болғаннан кейін, ана чумалардың бәрі өліп қалды. Не бір мықтылардың бәрін сен озып шықтың. Енді келіп отырсың. Мен чумо шығармын мен осы. Мен іскер адам емеспін. Кәсіпкер адам деген сөз, іскер, пысық адам деген сөз. Қызық болғанда сенің әкеңде 300 миллионның ішінен шыққан, сенің шешеңде 300 миллионның ішінен шыққан, сенің атаңда, апаңда келісесіңдер ме? Өтініш мынандай, әрқайсыларың осы ойды үнемі ойлап жүру керек. Бұл өмірде мен пысықпын ба, мен кәсіпкер боламын ба дегенде, бүйтіп ойлап керек. Мен шынымен көз алдың елестетесің, көзің жұм, таңертең елестетші, 300 миллион. Сен бірінші болып шықтың, бәрін жеңіп. Енді мен бұл өмірде сорлы болып өмір сүруге қақым жоқ. Пысық адам ғана тірі қалады да, ынжық адам, қорқақ, ынжық, жалқау адам қырылып қалады. Мынан бәрі қырылып қалды, бірақ сен келдің. Немене жойылды ма жаңағы сенім? Менің қанымда кәсіпкерлік бар деген сенім қалыптасты ма? Басқа сенім жоқ, ана сенімді жойдық, жарық жанғаннан кейін бөлменің іші жарық болды. Бұл психология, бұл мида жатыр. Бұл басқа кедергі, оның бәрі ауадан құрылған кедергі, сонда миға кіргізіп алғансыңдар, жоқ.